Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге таба нанды қалай жабу керектігін көрсетемін. Үй жағдайында осылай өздеріңіз өз қолдарыңызбен жауғанға не жетсін. Дүкеннің нанынан әлде қайда дәмдірек болады. Қолдың наны бәрібір ерекше болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз керекті заттарымызды дайындап аламыз. Мен ең бірінші болып жарты бокал сүтке, жарты стақан сүтке бір үлкен ас қасықпен дрожжды салып, араластырып 5 минутқа қойып қоямын. Содан кейін суымды құйып араластыра беремін, оны соңына қарай қосамын. Дрожжды араластырып болғаннан кейін сүтімді және суымды құйып, қамырымызды бастаймыз. Мен үйдегі холодильникте қалып қойған қаймақ, мысалы, майонез болса да болады, нанға кете береді. Мен соларды қосып, нанды жауа берем, дәмі өте керемет болып шығады. Тұзымызды салып бастадық. Енді қазір мен қаймақты және майонезді қосамын. Сіздер жай ғана сүтке елесеңіздер де болады, немесе маргарин қоссаңыздар да болады. Үйіңізде жалпы қандай заттар бар, соларды қоссаңыздар болады. Қаймақ, май деген сияқты. Мен қалып қойған үйдегі қаймақты қостым. Қаймақ негізі қамырды өте жұмсақ әрі дәмді етеді. Сіздер де қоссаңыздар болады. Мен майонезді қаттамаға және де басқа да ашытатын қамырларға қоса беремін. Дәмі өте керемет болады. Келесі видеода қаттаманы жасап салатын боламын. Өте қатпарлы қаттама болады. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін біз жаңағы ашытып қойған дрожжымызды саламыз, құямыз. Содан кейін міне кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер, өте андай жұмсақ және пузырьктары шығып, әдемі болып көтеріледі. Содан кейін ұнымызды салып бастаймыз. Ұнды өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен саласыздар. Ұнды тым көп салуға болмайды, бірден толтырып салып тастамаңыздар. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыздың бетін жақсылап жауып, орап, жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағат немесе 45 минутқа қойып қойсаңыздар, әдемі болып ашып шығады. Мінекей қамырымыз ашып дайын болды. Осы қамырдан мысалы 4 нан шығара аламыз. Ең алдымен қамырымызды суалалап аламыз. 4-ге немесе 5-ге бөлсеңіздер болады. Мен көбінесе үлкен қылып жабамын.
Сіздер өз қалауларыңызша 5 немесе 6 солай жасасаңыздар болады. Жалпы мен осы үйдің нанын аптасына 1 немесе 2 рет қана жасаймын. Сағынып жегенді ұнатамыз, көбінесе дүкеннің нанын жейміз. Осы нанды сағынғанда ғана пісіріп, ыстық маймен жеп аламыз. Міне біз қамырларымызды жақсылап зуалаға бөліп, 4 зуалаға бөлдім. Енді бұл қамырларды кішкене бетін жауып, демалдырып қою керек. Бірден пісіре салсаңыздар, қамырларыңыз жақсы көтерілмейді және арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай бетін жауып қойсаңыздар, 5-10 минутқа дайын болады. Енді мен табаның астына көбінесе ұн себемін, май жақпаймын. Әркім әрқалай жасайды, май жақсаңыздар да болады, жабыспас үшін мен ұн себемін. Енді қамырымызды табамызға жақсылап формасын шығарып дайындап аламыз. Қамырымызды осылай формаға келтіріп болғаннан кейін, тағы да 5-10 минутқа демалдырып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Міне біздің қамырымыз демалып, көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді біз бетін нан шеккішпен шекіп, немесе нан шеккіш болмаса, қолдарыңызбен осылай тесіп шықсаңыздар болады. Ортасын әдемі көріну үшін, немесе теспесеңіздер, ортасы тым қатты көтеріліп, нан өте доп-домалақ болып шығады. Көбінесе осылай формаға салған дұрыс деп ойлаймын. Нанымызды шекіп болдық. Енді біз қызып тұрған пешімізге нанымызды пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. 25-30 минутта пісіп шығады. Беті осылай кішкене құрғақтау болып, бірінші кезде солай көрінеді. Мен үйдегі майды жағамын бетіне. Жейтін, мысалы, сары май, маргарин жақсаңыздар да бола береді. Осылай жағып шығамын. Дәмі де өте керемет болады. Баяғы апаларымыз осылай нанның бетіне қойдың құйрық майын жағатын болған, бірақ оның иісі шығатын болғандықтан бізге ұнамайды. Сондықтан осылай маргарин жағып шығамын. Міне біздің таба нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді. Сары майға жағып тұрып жесеңіздер, енді дәмі тіл үйіреді. Баяғы ауылдағы кездегі сәттеріңіз, қызықты кездер естеріңізге түседі.
Егер де видео ұнаса, сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар!